қатысушылар, алдымен баршаңызды осы форумда жиналғандарыңызды алғыс айтқым келеді. Біз Белес кофе, яғни сіздерге бүгін Белес кофеханасы туралы және жалпы оның тарихы туралы түсіндіріп өткім келеді, таныстырғым келеді. Сіздермен бірге мен Мағзұм Ерасыл, Белес инклюзивті кофеханасының менеджері және Белес Бэнкотының менеджері. Жалпы кофе туралы немесе бизнес туралы айтпас бұрын сіздерден бір сұрақ қойғым келеді. Яғни сіздер кофеханаға келген кезде не іздедіңіздер? Ол мүмкін кофенің иісі болуы мүмкін, әдемі интерьер немесе сізді қалай қарсы алғаны мүмкін. Атмосфера самой кофейни. Кофеханаға жалпы кірген кезде бұндай байқайтын заттар санай берсең өте көп, оның түбіне жету мүмкін емес деп ойлаймын. Сол сияқты енді адамдар жалпы кофеханаға кірген кезде кейбір адамдар болады, кофеге өзінің заказын сұрауға ұялатын адамдар болады, немесе бір затты айтуға қорқатын адамдар болады. Бұндай жай жалпы күнделікті кездеседі. Енді сіз өзіңіз ойлап қараңыз, сіз де сондай бір жерге келген кезде өзіңізді жат санасаңыз, оқшау санасаңыз, яғни амандасуға қорықсаңыз деген сияқты. Бүгін мен сіздерге жалпы тек қана бизнес емес, адамдар өзінің еркін сезіне алатын орта туралы айтып береді. Адамдар өзінің еркін сезіне алатын орта туралы айтқым келеді. Біз Белес кофеде не істедік? Алдымен біз кофехана ашқан кезде жай кофехана ашамыз ба, әлде адамдар оны жақсы көретін, өзінің еркін сезіне алатын орта ашамыз ба деген екі таңдау болды. Біз екіншісін таңдадық. Яғни бізге келген қонақтар өздерін еркін сезінеді, балалармен жақсы араласады, жақсы энергия алады. Ал оның барын істеу үшін бізде бір миссия керек. Яғни барлық команданың бір затты ұстануы керек. Ол бізде инклюзивті қоғамды қолдау, дамыту. Өйткені біздің кофейня инклюзивті кофейня. Екіншіден кофе индустриясын дамыту. Яғни біз кофехана болғаннан кейін Атырау қаласындағы жалпы батыс Қазақстандағы кофе индустриясын дамытуымыз керек. Одан кейін комьюнити құру және сол брендті дамыту. Енді солардың әрқайсысына бір-бірден тоқталайық. Жалпы инклюзивті қоғамды дамыту үшін біз алдымен балаларды үйретуіміз керек. Яғни ерекше балаларды жұмыс жасауға үйретуіміз керек болды. Өзіңіз ойлап қараңыз, бізге келген кезде балалар өздері білмейтін, немесе тряпка, стол түсі, немесе мына затты ана жаққа апарып береді деген сияқты заттарды түсінбеді. Біздің ең алғашқы миссиям соны балаларға үйрету болды. Яғни мен өзім жалпы кофейняға келген кезде жай бариста ғана болып келгенмін. Біздің баристаларда инклюзивті білім немесе инклюзивті салада бір маман болған жоқ. Біздің инклюзия саласында жалпы түсінігіміз болмады, бірақ ол бізге кедергі болған жоқ. Қалай? Өйткені біз балалармен тең коммуникация жасайтын. Яғни мен сізбен сөйлескен сияқты сөйлесе аламын. Мен оған барып айта аламын, немесе бір ғылыми көзқараспен емес, жай адам ретінде. Сол арқылы біз балаларға қалай столды сүрту керек, қалай тапсырыс жасау керек, қалай адамдармен амандасу керек деген сияқты кішкентай қадамдар арқылы баристаларға жеткіздік. Екіншіден, біз кофе индустриясын дамытуымыз керек болды. Кофе индустриясын дамытуымыз керек болды. Яғни біз кофейня ретінде өзіміздің орнымызды Атырау қаласында бірінші қоюымыз керек болды. Яғни біз оны жасау барысында көптеген кофейнямен коллаборация жасадық, жаңа менюлер жасадық. Яғни бізде бір жылдық болған кезде біз көп қала бойынша 20-25 шақты кофейняны жинап, олардың арасында ашық дегустация өткіздік. Көптеген кофелерді өткіздік, көптеген
сүттердің, чайлардың түрлерін көрсеттік. Яғни біз қала кофейняларын сау конкуренцияда үйреттік. Яғни оларды бір-бірімен араласуға болатынын деген сияқты ғой. Жалпы осы миссияларды орындау барысында біз көптеген кедергілер болды. Бір жыл ішінде жаңағы біз баристалар бастап білмей жүрдік қой. Сол сияқты заттардан біз үлкен нәтижеге жеттік деп ойлаймын. Бір жыл ішінде бізде белес бренд құрылды. Одан бөлек ол брендті әртүрлі форумдарға, осындай форумдарда және үлкен площадкаларда өнер көрсетуге жеткіздік. Яғни біз жай кофехана құрған жоқпыз. Адамдар бір-бірімен араласатын және әртүрлі жақтан дамитын орта шығарды. Бүгінгі күнде белестің тобы көптеген жерлерде өнер көрсетеді. Және белес комьюнити деген өзіміздің ортамыз бар. Ол жерде жиналған барлық адамдар инклюзияны түсінген адамдар. Яғни басында бұл деген немесе қалай амандасады деген сияқты қорқынышы болған адамдар қазір белес инклюзивті қоғамдасын қолдау мақсатында сол топтың арасында, яғни осындай форумдар ұйымдастырған кезде немесе іс-шаралар ұйымдастырған кезде олар жан-жақты көмектесе алады. Осы секілді біз әр миссияны ұстану барысында жаңа орта қалыптастырдық, жаңа мәдениет қалыптастырдық деп айтсам болады. Ал енді кофейня жалпы ішкі мәселесіне келетін болса, кофейня құрылғаннан кейін бізде көп кедергілер болды. Адамдар оны түсінбеді, яғни балалар да түсінбеді, біз де түсінбедік. Мына кісі маған келіп тұрған кезде. Енді осындай қиындықтардан кейін біз балаларды және жай қарапайым заттарды үйрету арқылы және қонақтарға да осы инклюзивті қоғамды дамыту арқылы көрсете жатырмыз. Осындай үлкен істі жай қарапайым заттарды жасау барысында біздің баристаларымызға және командамызға үлкен сабақтар берген, инсайттар берген зейін орталығының ұстаздарына мен шын алғыс айтқым керек. Өйткені олар бізді әр уақытта қолдайтын. Яғни жұмыс жасап жатқан кезде бізде көбіне барда тұрамыз, жұмыс жасап жатамыз, кассада тұрамыз, қонақтармен жүреміз және жанымызда балалар жүр. Біз оларды үйрету барысында олар көп заттан олар дәретхана ашқысы келеді деген сияқты. Немесе бәріміз білесіздер, балаларда поведение пайда болады. Внимание қатты көбейген кезде олар өздерін басқаша ұстай бастайды. Дәл осы уақыттарда зейін орталығының әр маманы бізге өзінің білімін бөлісті. Әртүрлі сабақтар өткізді. Біз Айша апайымыздан ай сайын сабақ алып тұрамыз. Яғни қазір біздің жасап жатқан баристамыз олар біртіндеп инклюзивті білімге үйреніп келе жатыр. Қазір біздің кофеханамызда 10 ерекше бала жұмыс жасайды. Олардың екеуі кофеханамызда 10 ерекше бала жұмыс жасайды. Олардың екеуі кофехана жанынан жалақы алады және баристалық деңгейге дейін жеткіздік. Жаңа айтылғандай басында өзімізде жасайтын нәрселерді ол балаларға қорқатын, ал қазір олар кофе жасай алады, қонақ келген кезде сізді қарсы алады, лимонадтар жасай алады деген сияқты. Яғни өзінің еркін ұстайды. Қоғамға араласты, адамдармен коммуникация жасай алады, ештеңеден қорықпайды. Яғни осы инклюзивті қоғамды дамыту деген миссияны ұстана отырып, әр баристамыз, әр командамызда адамдар осыны ұстана отырып, біз осындай деңгейге жеттік. Екінші пункт бізде кофе индустриясын дамыту болды. Яғни кофе индустриясын дамыту барысында біз көптеген сусындарды, көптеген зерноларды, көптеген сүттерді көрдік. Яғни баристаларымызға обучение өткіздік. Командамызға көптеген адамдар келіп, көптеген адамдар келді. Ол дегеніміз
яғни мына қарапайым кей кезде баристаларға үйрету ол қиын. Біз онымен қоса ерекше баланы қосып үйрететін және ол баристалардың міндеті сол ерекше балаларға баристалықты үйрету болды. Осы алғашқы 3 айлықта біз яғни меню разработкасы немесе цехтағы разработкасы деген сияқты көптеген қиындықтармен кездестік. Көптеген баристалар келді. Сол баристаларды үйрету мақсатында біз көптеген кофейнялармен коллаборация жасадық. Яғни обучение өттік. Жаңа айтқандай, одан бөлек баристаларымызды авторлық компетиторлар немесе чемпионаттарға қатысады деңгейге көтердік. Ай сайын квалификация өткіздік. Қазіргі таңда бізде командамызда 5 бариста кәсіби түрде еңбек етеді. Олар тек кофе жасап қана қоймай, инклюзивті қоғамның дамуына және ерекше балалардың бариста болып шығуына атсалысып жүр. Үшіншіден бізде комьюнити құру. Комьюнити дегеніміз ол бір ойды, бір мақсатты бірге ұстанып, жан-жақты кім қайда жүрсін. Мысалы, біреу университетте, біреу журналистикада, біреу музыкада деген сияқты сондай жұмыстар жасау арқылы инклюзияны өз саласында дамытатын адамдар. Біздің комьюнитимізде жасы 16-дан бастап 30-ға дейінгі әртүрлі адамдар бар. Ол комьюнитиді ашу барысында біз ең алдымен белес қойдық. Яғни ол топтың құрылу мақсаты өнер арқылы инклюзияны халыққа көрсету. Белесмен тобы қазір көптеген сахналарға шығу барысында біз сол комьюнити жинай бастадық. Яғни адамдар белесмен тобын қызығып көріп қарап, әрі қарай кофейня туралы біледі. Яғни кофейня келгеннен олар кофейня тынысымен танысады, ерекше балаларды көреді и солармен контактқа түсіп бастайды. Жалпы осы миссияларды ұстану барысында біз көптеген нәтижелерге жеттік. Сол нәтижелердің бірі осы біздің үлкен комьюнитиміз, белес брендінің құрылуы және кофейнямыздың бір жыл ішінде үлкен кофейнялармен бірге бақталасып, бірге тұруы. Яғни менің айтқым келгені, адамдар басында бір жерге баруға, біреумен амандасуға, немесе біреудің жанында отыруға қорқуы мүмкін. Ол әр адамның ішіндегі бар қорқыныш. Дәл сол секілді инклюзия саласында да ондай қорқыныштар көп. Ал адам өзіне бір мақсат қойып, осы қоғамды дамытамын, немесе осы бір мақсатқа жетем деген сияқты мақсат болса, олар барлығына жете алады. Мен жаңа айтып өткендей басында жай ғана бариста болдым, қалай балалармен сөйлесу керектігін білмедім. Оларды қолданғым келген, оларға үйреткім келген мақсаттың арқасында мен қазір инклюзия саласында да біршама білім білемін, біршама заттар білемін. Олармен үйрете аламын, олармен сөйлесе аламын деген сияқты. Сол сияқты әр адам жалпы инклюзияны қолданғысы келіп, көтергісі келетін болса, жай қорқынышыңызды жойып, ары қарай сол затпен айналысуыңыз керек. Яғни өзіңізге мақсат қойып, сол заттарды істеуіңіз керек. Ол кофейня саласында да, жеке өмір саласында да солай деп ойлаймын. Енді жалпы қорытындылай келе, менің айтқым келген зат, ол инклюзия бір ұстаным немесе бір оқшаулану емес, ол жеке мәдениет және қоғамның жаңа бір стандарты. Оны тек біз ғана емес, немесе тек инклюзивті жерде жұмыс істейтін адамдар емес, барша адам қабылдау керек деп ойлаймын. Және соны біз бүгіннен бастадық. Жалпы кофехана саласын
бұл сала туралы көбірек білгіңіз келсе, біздің Instagram парақшамызға өтіп қарай аласыздар. Және қазір менің сөздерімнен кейін болатын кофе-брейкта Белес кофеханасының дәмді сусындары мен тәттілердің дәмін көре аласыздар. Рахмет, Ерасылға қошеметтеріңіз. Бірегей жоба Атыраудың ішінде қаланың қабырғасында Мұсайыр Өтек ауданында орналасқан Белес инклюзивті кофеханасының қызметі туралы, оның тәжірибесімен ішіндегі команданың жұмысы туралы айтты. Сұрақтарыңыз болса, қызығушылық танытушылар болса, жалпы Ерасыл Нұрланұлы менің бір сауалым. Осы тәжірибеңізді ары қарай тарату, немесе жетілдіру, басқа кофейнялармен серіктестік орнату бағытында жоспарларыңыз бар ма? Сол туралы бөліссеңіз. Жалпы кофейня саласына келсек, біз ай сайын әртүрлі кофейнялармен коллаборация жасап отырамыз. Яғни елімізде өзіміздің кофейнямызда олардың сусындарын немесе өнімдерін алуға біздің өнімдерді. Яғни біздің кофеханада балалар өз қолынан тәттілер дайындайды. Ол әртүрлі вафли, орешки немесе финики шоколаде, құрт шоколаде деген сияқты өнімдер дайындайды. Дәл сол өнімдерді біз қаладағы басқа кофейняларда ұсынамыз, ал олар бізге жаңа өздерінің сусындарын ұсынады. Қазіргі таңда осы айда біз Notorious Coffee деген қаламыздағы кофейнямен коллаборация жасадық. Оның өнімдерін бүгін кешке осы форумнан кейін барып Белес кофесінен дәмін татып көре аласыз. Тамаша, рахмет. Тағы да сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, міндетті түрде. Жалпы осы Белес кофеханасының негізгі мақсаты ерекше балаларды әлеуметке араластыру, еңбекке араластыру. Еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер, керемет жоба. Енді сұрақ, жалпы бұл кофеханада ерекше балалар неше жастан бастап қабылданады, және де тек қана зейін орталығының балалары жұмыс жасай ала ма, немесе басқа орталықтардың балаларын тәжірибе ретінде араластыруға бола ма? Жалпы интернаттар бар бізде де, мектеп үлкен жастағы осындай балаларды осында әкеліп тәжірибе алмастырып көрсетуге бола ма деген сұрақ. Ерекше жас өспірімдер жұмыс жасайды, яғни оларды ерте жастан, ерте бастан дамытамыз. Ал олар бізде жасөспірімдік жас 16 жастан басталады. 16 және 21 жас аралығында үйретеміз. Ал Белес кофеханасына біз адаптацияның балалары зейін орталығына өтеді. Өйткені бізде қазір жұмыс жасап жатқан 10 бала сол зейін Атырау ерекше бала орталығында академик мамандықтарға, тағы да басқа мамандықтарға үйреніп, содан кейін барып бізде адаптация өтуде.